Глюкозамин өнімі бұл біздің тұлғамыз, мына бүткіл скелет деп айтады ғой, қаңқамыздың бүткіл қаңқамызды ұстап тұратын компоненттер ішіне өте бай. Бұл глюкозамин бүткіл омыртқа, шеміршек, бел омыртқа, одан кейін жаңағы сіңірлердегі ылғалдықты, сұйықтықты сақтап тұратын, табиғи түрде сол сұйықтықтар мен ылғалдықтармен қамтамасыз ететін бірден бір мықты өнім. Яғни біз қазір қарап отыратын болсақ, мына буындарымыздың араларында связкалар болады, мысалы сіңірлер, жұлындар, мына омыртқа жотамызда жұлындар болады. Солардың егер де құрғап кететін болса, көптеген остеохондроз, остеопороз, артроз, одан кейін жаңа грыжа позвоночника, осылардың барлығы осы глюкозаминнің жетіспеушілігінен болады екен. Егер де сіз жаңағы әртүрлі қиын жұмыстардан кейін мына біздің омыртқа жотамыз жәншіліп кетеді, сүйектің майысуы, шытынауы, сүйектің қандай да бір жағдайларда сүйектің сынуы, жамбас сүйектерінің сынуы, одан кейін мына тізе буындарының шашкаларының бәрін ауыстырып, қазіргі күнде операциямен ауыстырып жатады. Ол яғни біздің мына сүйектердің ішіндегі жалғастырып тұратын әртүрлі талшықтардың ұлпалардағы глюкозаминнің әртүрлі компоненттердің азаюынан болып жатады. Мысалы, біреулерде мынандай сүйек аурулары болып жатады, сүйек үгітіліп жатыр деп жатады. Одан кейін жаңағы қаңқаларымыз, омыртқа жоталарымыз қисайып, майысып, әртүрлі аурулар, сүйек ауруларымен ауырып жатады. Соның барлығы именно осы глюкозаминға байланысты екен. Бұл глюкозаминнің ішіндегі мықты компоненттер, яғни сүйекке, именно сүйек ұлпаларына кальцийдің сіңуіне мықты көмектеседі. Одан кейін бұл глюкозаминда синабалды сұйықтық дегеніміз не? Ол синабалды сұйықтық